Бәріне сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай жұмсақ, нәзік, тәтті болып шығатын әрі оңай классический бисквит пісіретін боламыз. Ал енді менімен бірге болыңыздар, бірақ видеоны көрместен бұрын видеома лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Ыдысымыз таза болу керек, ешқандай су болмау керек. Құрғақ болуы тиіс, сондықтан сүртіп алыңыздар. Енді жұмыртқамыздың үстіне кішкене шым-шым тұз салып миксерлейміз. Кішкене пена шыққанға дейін миксерлейтін боламыз. Мінекей осылай. Сосын қантымыздың жартысын қосамыз. Қайтадан миксерлейміз. Пропорцияны мен описанияда қалдырып кетемін. Сол жерден қараңыздар. Одан кейін қантымыздың қалғанын қосып, аппақ пена болғанша дейін миксерлеуіміз керек. Оған шамамен 10 минутта кетеді. Сіздің өзіңіздің миксеріңіздің скоростына байланысты. Мінекей осындай аппақ болып шығу керек. Осындай із қалдыру керек. Мінекей осылай. Енді ұнымыздың жартысын електен өткізіп, оны біз лопаткамен араластыратын боламыз. Қатты араластырудың қажет жоқ. Видеодағыдай қылып істеңіздер. Әйтпесе біздің жұмыртқамыздың іскені түсіп қалады. Көп араластырудың да қажеті жоқ. Біз осы ұнымызды массамызбен біріктірсек болғаны. Енді осыны массаны біз формамызға құятын боламыз. Мен тапама пергамент қойдым. Одан кейін мен өз формамды осындай фольгамен жабыстыратын боламын. Видеодағыдай міне осылай. Енді құямыз. Сіздер өзіңіздің үйіңізде тұрған форманы қолдансаңыздар болады. Бисквитімізді қызып тұрған 180 градуста пісіреміз. Қызып тұрған пеште. Пісіп шыққан бисквитімізді осылай тексеріп көреміз. Бисквит піскеннен кейін 20 минуттай формада тұру керек. Сол кезде біздің бисквитіміз өзінің қалпын сақтайды. 20 минуттан кейін осылай төңкеріп, біз фольгасын ашатын боламыз. Егер сіздер ереженің барлығын жақсы дұрыс жасайтын болсаңыздар, сіздерде әдемі ісіп шығатын бисквит шығады. Астарыңыз дәмді болсын.